Бүгін ойдан оқиға құрастырып, көріпкелдерге эксперимент жасап көрмекпіз. Тебя, оказывается, знаешь, что есть Аяна? Ты еще замужем не была? Не было. У тебя невеста безбрачия стоит. Уайымдап жүрсің ғой, ойымды жерде емес. Дуаға жақын нәрсе істелген. Әйел адамнан келген істелген нәрсе бар. Өледі ғой, иә? Иә. Ол қанша болады? 35 000 теңге. Бір адамның құны 35 000 теңге. Я ж казашка, я как мусульманка, ну это черная магия, ну. А мусульманка, я работаю только с белой, с черной магией, и все. Вот у меня, видишь? А, вы мусульманка, да? Да. Вот скажите, я вам что-то неправду сказала? Все, что вы говорили. Өзін қасиетті санап жүргендерді психиатрияда мания величияның құрбандары деп айтады. О, ерте замандарда бұндайлар тап жағып жіберген. Қарағанды облыстық Ақыт Қажы мешітінің бас имамы таң қалдырды. Бұл дінімізде бар ілім, болашақты болжауға болады. Егер ол сондай мықты адам болса, неге байлық алтынның жатқан жерін тауып алып, миллионер болып кетпейді, сенің 5000 теңгеге мұқтаж болып жүр ол. Кімсің сен соншалықты? Біреуді жаңағы тағдырын шешетін. Әуелі өзің тағдырыңды өзің шешіп ал. Сені біреу дуалап тастаған, жолың бәрі жабық тұр. Оқып тазалап берсем, бәрі жақсы болады, уайымдама. 100 000 теңге төлейсің, чек жібересің, 7 күн оқимын. Таныс сөздер ме? Иә, бұл сөздер әсіресе бақсы балгерге жиі баратын жандарға жақсы таныс. Бар жоғы 20 миллион халқы бар Қазақстан ішінде дуакештер жетіп артылады. Өкінішке қарай оларға жүгінетіндер саны да азаймай тұр. Бүгін ойдан оқиға құрастырып, көріпкелдерге эксперимент жасап көрмекпіз. Бірге болыңыз. Бұл әріптесім Аяна, негізгі мамандығы журналист, тұрмыста, бір баланың анасы. Ал жалған сценарий бойынша ол отбасылы еркекке алданған және есірткіге тәуелді. Осы екі мәселесін шешу үшін балгерге жүгінбек. Бірінші кезекте балгер іздеп барлығына қол жетімді интернетті ақтардық. Алдымыздан тізіліп шыққан сан түрлі көріпкелді көргенімізде таңданысымызды жасыра алмадық. Таңдау тараздық тарологқа түсті. Бірден жауап қатқан әйел онлайн қызметіне 3000 теңге сұрады. Төлем жасап, чек жібергеніміз сол еді, хат алмасуын тоқтатты. Алаяқ деп топшыладық. Алайда көп күттірген ол кейіннен байланысқа өзі шықты. Здравствуйте. Что будет? У тебя, оказывается, знаешь, что есть Аяна? Ты еще замужем не была? Не было. У тебя невеста безбрачия стоит. Иначе это получается, парни есть, отношения есть, но когда все до серьезного доходит, они исчезают, Аяна. Да. Ну, не то, чтобы я прям хотела именно замуж выйти, я просто еще молодая же, просто... Я понимаю это, Аян. Даже сейчас вот время пройдет, да, вспомнишь мои слова, я не желаю тебе этого, дорогой мой человек. Тұрмыстағы ана Аянаны тұрмысқа шыға алмайсың деп айды аспаннан бірақ шығарған таролог ары қарай мұның ұрпақтан ұрпаққа жалғасатынын айтып қорқытпақ болды. И у тебя это идет по наследству, переходит, понимаешь? Вот этот это не то, что в смысле, что ты не хочешь пока, да? Потом, когда ты захочешь реально семью создать, тебе это будет тяжело, Аян. Сейчас, в данный момент, я вижу этого мужчину, он отдаляется от тебя полностью, понимаешь? Я в будущем не вижу вас вместе. Почему? Потому что карта говорит, что есть человек, который работает магическим воздействием. Этот человек поворачивает его к себе, понимаешь? Тебе нужна для этого помощь, чтобы тебе помогли в этом. Ну, кто должен помочь или как? Ну, с помощью чего, Аян? Я тебе могу помочь, конечно, в этом. Я ж казашка, я как мусульманка, ну это черная магия, ну как бы, я просто не знаю, что именно вы исповедуете. Я мусульманка, я работаю только с белой, с черной магией, и все. Вот у меня, видишь? А, вы мусульманка, да? Да. Это ничего страшного не будет. Аян, он тебя на самом деле любит, этот человек назначен только для тебя, показывает. А вот, ну, Анжелина, вы сказали, вот дальше работать, можно узнать, как это будет происходить, я к вам буду приходить, или что это будет, и сколько это стоит? Для этого тебе что нужно? Будда. Для него и для тебя. Получается любовная свеча, вот такая, видишь, она идет, вот клиенты заказывают. Получается вот это, вот такая свеча, это все вместе входит, чтобы снять. Вот оно, видишь? Угу.
я буду снимать. Если с тобой лично заняться работать, мне для этого нужна такая свеча и семейная свеча. Видишь, вот она. А сколько стоят эти свечи? Эти Будды, они стоят по 145. Имперские свечи по 79 тысяч стоят. Они штучные продаются, вот они. Видишь? А свеча так дорого стоит, да? Блин, у меня просто... 5 эта свеча стоит только 145, потому что они натуральные. Вот смотри, они чисто на травах идут, видишь? Ну, давайте я тогда решу вопрос с деньгами, потому что у меня сейчас 45 тысяч нету. Посоветуюсь с подругами. Все хорошо. Поговори, если что. Ну, не затягивай, конечно. Сөзіне құдайды қосқан көріпкел бірде-бір дүниені дұрыс таба алмады. Ал келесі кейіпкеріміздің балгері бір нәрсе болсын білетін болып шықты. Әріптесіміз Дамир ойдан құрастырған оқиға бойынша құмар ойынның құрбаны. Алло, да? Здравствуйте, я вам скинул деньги. Вы мне когда позвоните, расклад делаете? Сейчас я посмотрю. Хорошо, давайте. Онлайн қабылдауына 18 000 теңге сұраған әйел ұзақ күттірмеді, сұрақ қоймастан болжам жасауға кірісті. Алло. Да. Аха, вы посмотрели? Да, вот смотрите, у вас что здесь падает. Что падает? У вас между вами падает холод. Расстояние с человеком, какое-то расстояние с человеком. Кто это может быть? Жена моя, наверное. Наверное, не знаю. Расстояние, холод идет, переживаете за ребенка. Кто это? Ребенок это мой сын. Как вы узнали про ребенка? Ну вот что падает, он пока своего. Дуакеш әріптесінің отбасылы екенін, баласы барын дұрыс тапты. Десе де құмар ойынға салындым деген сөзіне иланды. Бәлкім жындары шатасқан болар. Идет за вас, переживает. Женщина переживает за вас. Старая? Ну, пожилая, да. Блин, это моя мама. Рядом вижу друга. Друг. Ну, есть один друг или мужчина, кто это? Ну, это не знаю. Друг, которого постоянно в долг беру, потому что я этот ставочник же, и только он меня постоянно выручает и помогает. Потому что только деньги, вокруг вас падают деньги, вокруг вас бумаги падают. Но вы выйдете с этой ситуации, уйдете, забудете. Как я выйду? Что мне нужно делать? Вам вначале надо чистку хорошую произвести. Чистку? Убрать с вас это негатив. У вас, понимаете, заблуждение, негатив. Это нечистая сила вас тянет. Вот сердце ваше говорит нет, а нечистая сила вас тянет. Да, я прям не могу вылечиться, я уже пытаюсь, я хочу. Сердце мое прям говорит, но я не могу, понимаете? Ну давайте прямо сегодня начнем. Ну, вы же сказали, по-моему, что чистка 188 тысяч стоит, а для меня это слишком дорого, я не смогу это осилить. Ну, имеется в виду, может, в следующем месяце там зарплата, там, если ее там на игры не потрачу. Но вы сейчас сколько сможете отправить? Ну, я думаю, 50 тысяч до вечера могу найти. Ну, давайте отправьте 50, начнем. А там есть разница, вот 188 тысяч, 50 вы там, как бы... Ну, имеется в виду, вы не будете в полсилы работать? Ну, я по-любому. Нет, это все так же продолжается, просто вы будете частями отдавать потихонечку. Частями потихонечку отдавать, да? Да, а сколько сеансов? Частями. Ну, это я работаю, это не сеанс, это я не срывая будем работать. Что-то мусульманское, да, или это Нет, это не Коран, это сливается, это делается на фотографии, это все делается воском, свечами. Это не переживайте, нет, здесь не мошенники. Хорошо. Вы попали к Марго. Если вы попали в мои руки, мы делаем чистку, до конца все проводим. А я вам вот что, вот скажите, я вам что-то неправду сказала? Все, что вы говорили, ну, вроде сходится, как бы, то, что вы говорите. Вы никому не доверяете, но мне доверьте. Я вам что говорю, так и будет. Не переживайте, мой золотой. Мы сейчас, когда сделаем чистку, вот эта паника с вас спадет. Вы спать будете хорошо. Ал үшінші балшымыздың айтқандары бас шайқатпай қоймады. Инстаграм желісінен оқырманы көп, жарнамасы жер шарып тұрған осы бір парақша есімен байланысты. Болашағымды білгім келетінін, тұрмысқа шыға алмай жүргенімді жеткіздім. Қызығы, оған өз суретімді емес, басқа жанның, яғни келісіммен бас редакторымыздың ескі фотосын жібердім. Аты жөнімді де, жасымды да өзгерттім. Қызылордалық емші болжамына 5000 теңге сұрады.
Балды қалай ашасыз? Видеомен бе, аудио ма? Голосовой арқылы айтамын. Чек жібер. Жақсы, видеомен болмай ма? Жоқ, оқыған кезде ғана видео отчет болады. Палашу голосовой арқылы айтамын. Алдап кетпейсіз бе? Не үшін алдаймын? Бұл менің жұмысым. Төлем жасағаннан кейін 5 сағатқа жоқ болып кеткен әйел кешкісін мынадай аудио хабарлама жолдады. Уайымдап жүрсің ғой, ойыңды жерде емес. Денең ауыр болып ештеңеге зауқың соқпай жүр. Жүрегің жұмсақ, бәр нәрсені өзіңе тез қабылдайсың. Бір нәрсе істейін десең артқа қарай кетіп жатыр, себеп тіл көз сенкес бір. Байланып тұрсың, жолдарың жабық тұр. Сенкес деген сол. Дуаға жақын нәрсе істелген. Әйел адамнан келген істелген нәрсе бар. Отбасыға жасалып тұр, соның әсерінен жан жақтан тиіп жатыр. Кедер көп алдында болайын деп тұрған нәрсе болмай қалады. Істеген әрекетің ешқандай нәтиже шықпай жатыр. Өзің іштей жей бересің, әлің күшің аз. Тез шаршап қаласың, бастаған ісіңді тәкән сапармайсың. Басың ауырады, бүйрегің суықтаған, жүрегің асты шаншиды. Кімге ренжіп жүрсің, ішінен реніш бар ғой. Сұрақтарың болса қоя бер, нақты не білгің кеп тұр. Ары қарай арнайы дайындаған сұрақтарды қойдым. Тұрмысқа шыға алмай жүрмін, жасым 27-те, тек үйленген еркектер жолығады, не істесем болады, жұмысым жоқ, сол туралы да білгім келеді. Жұмыс жайлы ойлап тұрсың, көңілің толмай жатыр, өзгерісте қалап тұрсың. Саған кездескен жігіт көп тұрақтамайды, әйтеуір түсініспеушілік кедергі шығады. Ұрсысасың, сондай болады. Өйткені тұрмыс құруға деген жолың жабылып қалған. Өзіңнің адамың кездеспей жатыр. Тіл көз, зиянкес бәрін тазалап, кедергілердің бәрін алып, жолыңды ашу керек. Сосын барлық жағынан жолың болғыш болып, жеңіл өмірің жақсы жаққа қарай өзгереді. Жақсы жұмыс табылып, өзіңнің адамың кездесетін болады. Ол үшін не істеу керек? Фото есімің арқылы оқимын. 7 күн. 20 мың теңге болады оқу. Дуаны кім жасаған екен? Оқып, тазалаған кезде көрінеді маған. Нақты істеген адам сол кезде айтам. Бұл тазалаудан соң тағы да дуа жасап тастаса өте ме? Защита қоямын. Ешкім ештеңе істей алмайды сосын. Окей, рахмет. Сосын дуа жасатқан адамның өзіне қарсы жасатсам бола ма дуа етіп? Иә. Маған солай жасаған адамға өлімге жасатқым келеді. Жасай аласыз ба? Иә, сен тазалап, кім жасағанын біліп алайық. Сосын оған жасаймыз. Өледі ғой, иә? Иә. Ол қанша болады? 35 мың теңге. Бір адамның құны 35 мың теңге. Бір жағынан күлкілі көрінгенімен, шын мәнісінде қорқынышты нәрсе. Неге дуа дәл өлім туралы сұрақ қойдың деп сөгуіңіз мүмкін. Сөкпей қоя тұрыңыз. Себебі қоғамда қара дуаны дәл осы өлімге жасататындар саны көп екен. Иә, сұмдық, бірақ ащы шындық. Жарайды, маған балгер 35 мыңға бір адамды өлтіріп берем деді. Жаңағы балгерді біз жауапкершілікке тартып соттай аламыз ба? Әрине. Қылмыстық кодекстің 99-шы бабы бойынша кісі өлтіру жауапкершілікке тартылады. Жоқ дегенде. Түсіндіңіз бе? Ал дуа жасатқан адам ше? Егер сумма ауқымды болатын болса, ол тапсырыс беруші болып танылады. Ол да қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады, егер дәлелдер болса. Кемі қанша жылға қамалады екеуде? Кемінде мен сізге айтайын 8 жылға. Өзгені өлтіріп бере алатын балгеріміз де ештеңені дұрыс таппады. Жалпы экспериментімізге іліккен 3 бірдей көріпкел өздерінің нағыз шарлатан екендіктерін дәлелдеді. Бұл балгерлердің іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бар. Алаяқтық деп аталады. Сол баппенен оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады. Заңгер Бағдат Амандосұлы дәл көріпкелге алданып, алдыма келгендер кездеспеді дейді. Ал алданып жатсаңыз, мынаны ескеріңіз. Ақшаны жіберген орын бойынша аудандық полицияға барасыз. Жаңағы скриншоттарыңыздың барлығын көрсетесіз. Сөйтесіз де 4-ақ сөйлем жазасыз. Осындай абоненттік номерге тіркелген тұлға менің сеніміме кіріп, осынша көлемдегі ақшамды жымқырды. Аталған тұлғаға әрекеттеріне құқықтық баға беріп, шара қолдануыңызды сұраймын дейсіз. Болды. Психиатр Санжар Тұрсынмет өздерін балгермін, көріпкелмін деп санайтындар ауруға шалдыққан дейді. Қоғамда өзіндік рөл алып жүрген, яғни бірі өзін тәуіппін, бірі көріпкелмін,
бірі балшымын деп, тағы басқа дүниелермен өзін қасиетті санап жүргендерді психиатрияда мания величияның құрбандары деп айтады. Мания величия бұл ұлылық синдром. Өзін құдіретті сезінеді. Мен құдіреттімін, менің кез келген нәрсе, мен білушімін, мен көрушімін деген сезімде болады олар. Сосын галлюцинацияның екі түрі бар. Позитивный, негативный и когнитивный деген үшіншісі бар еще. Позитивный деген оған құлаққа естілетін галлюцинациялар позитивті береді. Келетін дыбыстар. Анау андай, сіз менімен сөйлесіп отырсаңыз, менде галлюцинация болса, қазір ол сіз туралы маған информация береді кәдімгідей. Ойлар құлаққан келеді. Мынау андай. Кейбіреулері шамал сіз туралы білет келген галлюцинацияларша. Шамал дұрыс болуы мүмкін де, но не факт, что бәрі дұрыс деп. Значит, бұның бәрі психический ауытқу, ой, навязчивый ой бар, жабысқа ой бар, и галлюцинация бар. Осы екеуі мида кетпейтін оймен құлаққа естілетін немесе көретін. Көреді еще. Олар көреді. Слуховая и зрительная галлюцинация. Ана адам тұр дейді. Ана сенің атан келіп тұр дейді. Сен кіріп отырсың. Ана тұр дейді. Ол көріп тұр. Ты в шоке, короче. Таңғып қаласың. Қарайсың ешкім жоқ. Қорыққан кезіңде қорыққанға не істейді? Қос көрінеді. Болды. Уже сен де қуа бастайсың да, жерде. Сені де сындырып тастайды. Енді дінмен айтқанда жын кірген. Ол не деген жын деймін да, адамдар таңдап кіретін. Сондықтан да бұл психический ауытқу деп айтады. О, ерте замандарда бұндайлар тап жағып жіберген. Жинағанда жағып жіберген. Киноның емі жоқ деген. Дінімізде көріпкелге бару, балгерге сену үлкен күнәлардың бірі. Тіпті Аллаға серік қосып, діннен шығып кетуіңіз мүмкін. Алайда Қарағанды облыстық Ақыт Қажы мешітінің бас имамы таң қалдырды. Көріпкел деген ол бір ғылымның бір түрі, білімнің. Ол енді қазіргі жағдайға айтқанда оны дәрігер деп айтуға болады. Дәрігер деп айтуға болады. Сондықтан ондай қасиетті адамдар бар. Бірақ қазіргі заман ағымына қарай, егер лицензиядан өтсе, сосын кейін жаңағы дәрігер арнайы мамандығы болса, ол кісілерге барып, жаңағы өзін қаралуына, сол кісілермен сұхбаттасуға, сол кісілерден ақыл кеңес алуға болады. Бұл дінімізде бар ілім. Нақты қай жерде жазылған дегенде, мынау Қисасул Амбия дейді. Тарих кітаптары. Пайғамбарлар тарихы бар ғой. Сол пайғамбарлардың тарихын оқысаңыз, адам атадан бері қазіргі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі аралықтағы пайғамбарлығы оқысаңыз, осы мәселелерді айтылады. Болашақты болжайтын адамдар діннен шығып кетеді. Сондайға жүгінген адамдар деп айтылған ғой арнайы. Жалған балгерлер, жалған көріпкел болса, ол діннен шығып кетеді. Шынайы бар. Бұл бар ілім деп тұрмын ғой. Болашақты болжайды, жаңағы ол бар ілім. Ол бірақ қазіргі таңда бұны зерделеп, арнайы лицензиясы бар, арнайы жәнегі мамандықтан өткен адамдарға баруға болады. Болашақты болжауға болады. Өйткені жаңағы болашақты болжайтын тарихи кітаптар өте көп қой. Қазіргі болашақты болжап кеткендер бар. Осыны зерттеу керек. Бұл негізі Қазақстан мұсылман діни басқармасы бар ғой. Осы мәселені ол жаңағы бір қырынан ашу керек. Көрдіңіз ба? Әсіресе бұл балгерлерді, жаңағы болашақты болжайтындарды, мынау сәләфизм, уахабизм бар ғой. Солар құртты. Айта кетейік, көрші Өзбекстан, Тәжікстан елдері бақсы балгердің қызметіне тыйым салуды қарастырып жатыр. Ондай жандарды 6 ай қоғамдық жұмыстарға шегіп, алаяқ деп танымақ. Әрі олардың арнайы тізімін жасайды. Әзірге айыппұл салына бастаған көрінеді. Ондай базаны халыққа ашық түрде табуға мүмкіндік беретіндей қылып енгізу керек та. Мысалы бізде педофилдардың базасы бар. Білесіз ғой? Әр өңірде, біздің Қазақстан территориясы бар ғой, сол территорияға бекітіп, мышканы апарсаң,
суреттерін көруге болады ғой, олардың қанша жерде тұрады, бәрін көруге болады. Яғни балгерлердікін де солай істеу керек. Аталған мәселе бойынша қырғыз елі де бас көтерді. Тәуіп балгер сиқыршылардың жарнамасын жоюға қатысты ұсыныс тасталды. Жалпы халықтың әл ауқаты төмендеп, мәселесі көбейген кезде дуакештер де көбейетін көрінеді. Любой ақмақ біледі. Көңіл күйі жоқ адамның алдына келген кезде сізде көз бар, сізде тіл бар, сізде тағы бір нәрсе бар деп айтқан кезде ананың несі бәрі соған бар. Оказывается, менде көз бар екен. Өйткені ол довериямен келді ғой. Сеніп келді ғой мен алдыма. Келдім мен көз бар сенде. Давай. Это внушение. Сеніп келеді, су берсем де ем болып кете береді. Сонда ол емдеген жоқ. Сен өз-өзіңді емдедің. Просто ол айтты, сен өзіңді дайындадың да шығып кеттің. Егер ол сондай мықты адам болса, неге байлық алтынның жатқан жерін тауып алып, миллионер болып кетпейді, сенің 5000 теңгеге мұқтаж болып жүр ол. Кімге барсаңыз да бірінші дипломын сұраңыз, лицензия сұраңыз. Кіммен жұмыс жасасаңыз да, оқыған, оқымағанына, оның тәжірибесіне, сосын отзывына қараңыз деп айтамын. Өйткені қазір алаяқтардың өмір сүретін қоғамы. Статистикаға сүйенсек, 2023 жылы Қазақстанда астрологтардың, көріпкелдердің табысы 39 миллион теңгеден асқан. Бірақ сарапшылар бұл сандарға күмәнмен қарайды, өйткені олардың барлығы бірдей шынайы табысын көрсете қоюы екі талай. Балгерге бару бармау, сену сенбеу әрине өз еркіңізде. Магия ерте заманда болған және бола береді де. Десе де қазіргідей барлығы қолжетімді заманда алаяққа алданып сан соғып қалмаңыз дегім келеді.